Енді қараңыздар достар, бағана бір айтып жатсыздар, бизнес ашу үшін немесе бизнесін дамыту үшін маған ақша керек деп жатсыздар. Ақша жақсы керек, ақша маған да керек. Ең бірінші сіз ақшаны іздеген кезде, мысалы, нақты не үшін керек? Сол сұраққа жауап беріңіздерші. Мысалы, сіз ертең ақшаны алдыңыз, мысалы. Үнемі мына нәрсе бар да, біз біреуден ақша алған кезде ертең оны қайтаруын ойлау керек. Ертең сіз оны, мысалы, бір адамның алдында жауапты болатыныңызды ойлау керек. Көбінесе мүмкіндігінше әрине барлық айтады ғой, барлық жерде ақша іздейтін кезде, немесе бір дамыту үшін, немесе кәсіп ашу үшін ең бірінші өзіңнің ақшаң болған дұрыс дейді. Яғни сенің өзің ақша жинайсың ба, немесе жаңағы әйтеуір бір көбінесе ақша жинап алады ғой, өз ақшамен баста дейді. Екінші нәрсе бұл инвестордың ақшасымен баста дейді. Үшінші нәрсе бар, ол мүмкін кредит алады ма, мүмкін банктен бір қарыз алады ма, мысалы, сол бойынша. Одан кейінгісі туыстардан мүмкін қарыз аласың, достарынан қарыз аласың. Енді бұларда мына нәрсе бар да, енді өзің ақшаң болса түсінікті не үшін екенін. Өйткені сен өзіңнің жинаған ақшаң несесің. Бірақ адамдар ақша не үшін қажет етеді? Не үшін біз үнемі біреудің ақшасына қызығамыз? Неге біз үнемі бизнес бастайтын кезде бір адам бізге ақша бере қойса, мен бизнесімді дамытсам, немесе мен бизнесімді ашсам дейді. Бұл соңында қандай психология жатыр, соны түсініп алуымыз керек та. Сіз біреуден ақша сұраған кезде ертең ол сізден, мысалы, бізде өкінішке орай Қазақстанда әлі мынау инвестиция дейді ғой, инвестор дәстүр қалыптаспаған достар. Көптеген адамдар уже инвестиция салды ма, саған инвестиция салғаннан кейін болды, ол бизнес менікі деп ойлайды. Сіз осы жағын ойланып көріңіз. Ең бірінші, мен ол инвестормен, екінші адаммен өз бизнесімді бөлуге дайын ба, дайын емеспін ба? Одан кейінгісі, ол инвестордың айтып жатқан сөзін ертең мен құлақ асам ба, аспаймын ба? Себебі мынандай болады ғой, сен уже әр шешіміңді сол инвестормен бірге талқылауға тура келеді. Әр қабылдайын деп жатқан, мысалы айталық, рекламаға мынанша 500 мың теңге, 400 мың теңге реклама ақша салам дейсіз, бірақ шешімді өзіңіз қабылдай алмайсыз. Уже сіз инвестицияны, яғни жаңағы салған адаммен бірге ақылдасатын боласыз. Сіз оған дайынсыз ба? Вопрос осы жерінде. Одан кейін екінші нәрсе, көбінесе біздің мынау инвестиция тарту барысында проблемалар адамдардан, екінші адамнан істеп жаңағыда ақша алатын кезде біз өзіміздің нәтижесіз барамыз. Көбінесе мысалы бізге де келеді адамдар, жаңа жас кәсіпкерлер, жас енді бизнес бастайын деп жатқандар, мәке инвестиция саласыздар ма, жаңағы мінекей менде жоба бар еді, мынандай жоба бар еді дейтін бойынша. Жақсы, қандай жоба? Түсіндіріп беріңізші десең, мінекей менде идея бар, міне ол идея жарады, Қазақстанда әлі ешқандай жерде жоқ идея дейді да, мысалы. Ал дұрыстап сұрап қарасаң, негізінен былай десең, ал ол идеяның шынымен ертең атып кететініне сен қандай кепіл бере аласың деймін. Ол точно идея атады ма, атпайтынына, мысалы. Сөйтсем, мен бере алмаймын, өйткені бұл идея жүзінде ғой әлі дейді, мысалы. Вопрос сол жерінде. Яғни сіз біреуден ақша алған кезде екінші жақ бар, мысалы, мынау сіз ақша сұрап жатқан мына жақ, сізге ақша берейін деп жатқан адам. Осы жақтың тұрғысынан ойланып көріңізші сіз. Инвестор не үшін сізге ақша беру керек? Ол ақша мынандай, ол адамда сіз егер ақша тасып жатыр, ақшасын қай жаққа тығарын білместен сол үшін маған бере салсын десеңіз, қатты қателесесіз. Бізде көбінесе кезінде өзімде мына ең алғашқы бизнес ашып алып, қанекей бір кісі болса ғой, маған бір ақша берсе ғой, соның ақшасының арқасында бір күшейіп кетсем ғой, соның ақшасында арқасында бір тез бизнесімді дамытып алсам ғой дейді, мысалы. Бірақ кейін уже тәжірибе келе түсінесің да, мәселе тек қана ақшада емес достар. Ақшаның күшінде емес. Екінші жақты ескеріңіздер. Ол любой адам сізге ақша берген кезде, сізге жаңа бизнесіңізге инвестиция салған кезде, ол адам сол салған, мысалы 1 миллион салды ма, 2 миллион теңге салды ма, ол ертең оны бірнеше уақыттан кейін 4 миллион, 5 миллион қылып шығарғысы келеді. Ол сондай оймен айтады. Ол сіздің бизнесіңіз ол жерде қатты маңызды емес достар. Ол не үшін? Өйткені ол ертең ақшасын шығарып алғысы келеді сол бизнестегі. Сол себепті сіз мысалы, ал ол адамға шынымен сіз сол бизнесін ертең салған ақшасын бірнеше есе қылып шығарып бере алатынына сіз кепіл бере аласыз ба? Ал егер ертең ол шығара алмай қалсаңыз, банкрот болсаңыз не болады? Ана кісі сізге өз қарызын мойныңызға іледі. Мінекей, сен алдың менен ақша, яғни сен ертең қайтару керексің дейді. Бізде өкінішке орай дұрыс түсінбей қалғанда, как будто инвестор саған ақша берсе, ол саған сен оған ештеңе қайтармайсың ертең, яғни сен оған күйіп кетсе бизнесің, болды бітті деген сөз. Жоқ, ондай жоқ достар. Яғни любой жерде ол қайтарылым есептелінеді. Сен новичок болған сайын, сен бастаған сайын, ол саған қарыз ретінде беріледі несі бойынша. Ал егер сіз мысалы, чтобы сізге ақшаны былай айтқан кезде ешқандай рисксіз, ешқандай тәуекелсіз бере салсын десеңіз,
білмеймін, онда болуы мүмкін, ол какой-то бір бизнес ангел сіздің бір доляңыз үшін, мысалы, оны бизнес ангел дейтін несі бойынша Қазақстанда жоқ. Қазақстанда тіпті бизнес ангел түгілі бизнес инвесторлардың әлі дәстүрі қалыптаспаған. Бізде өте аз, мысалы да. Бағана айтып жатсыздар, мысалы 50.000 теңге, 500.000 теңге деп жатсыздар да, мысалы 1 миллион теңге жақсы, 2 миллион теңге, 2 миллион теңге инвестиция салсын дейсіз. 2 миллион теңге үшін сіз компанияңызды басқа біреуге беру, оны долямен бөлісу несі бойынша, бұл былай айтқан кезде өте қиын жағдай, достар. Егер саған бизнесіңе 2 миллион теңге керек болатын болса, одан қайта оны банктен бала саған дұрыс, достар. Банктен. Мысалы, барлығымыз білеміз, көптеріңіз білесіздер ғой, негізінен Додо пицца деген пиццерияның несі бар, үлкен желісі бар, пицца жасайтын, қазіргі таңда дамып кетті, Қазақстанда да бар, әр қалаларда бар. Соның негізін қалаушы Федор Овчинников деген жігіт. Сол ең өзінің блогы бар, Сила ума деген блог, бүкіл бизнесін не отқан бәрін жазып жүреді. И сол ең алғашқы жаңағы кітап дүкенін ашады, бизнесін ашқан кезде ақшасын енді жаңағы кітап алу керек қой, кітаптар алып келу керек, ол дүкен бір жерге аренда алу керек, ол жерге жаңағы анау мебель заказ беру керек. Сол мебельдерін заказ берген кезінде ең алғашқы ақшасын банктен алады. Банктен ол ремонт үшін деп алады. Жағына өзі потребительский кредит дейді, тұтынушының кредит несі бойынша қатты емес, процент үлкен болады. Соған байланысты сол кредитті алып, дүкенін жүргізіп, содан кейін дүкені банкрот болды, бірақ ақшасын біраз несеткізіп, ешқандай табыс таппастан жапты жаңа дүкен. Сөйтіп екіншіне біраз уақыттан кейін Додо пиццаны бастайтын кезде не істеді, ол инвестор тарта бастады. Яғни өзінің бірінші бизнесіндегі нәтижесін көрсетті алдымен, бір какой-то кредит алды, біреуден қарыз алды, мысалы, одан кейін барып уже бір жобаны жасай алатын көрсеткеннен кейін, банкрот болса да уже жасай алатын көрсеткеннен кейін инвестор ақша беретін адамдар көбейеді. Дәл осы сияқты, бұл не үшін айтып отырмын, достар? Сіз біреуге ақша сұрап барған кезде, инвестиция сұрап барған кезде, сізде бір артыңызда нәтиже болу керек, достар. Егер сізде нәтиже болмайтын болса, егер сіз осы уақытқа дейін ешқандай бизнес жасамаған болсаңыз, егер сіз осы уақытқа дейін ешқандай жаңа бір жобалар жасап көрмеген болсаңыз, нәтижеңіз болмаса, сізге ешкім ақша бермейді, достар. Осыны түсініп алыңыздаршы. Анау айтады ғой, адамдар ең алдыменен бір істің жасай алатын дәлелде дейді. Мысалы, сіз туысқаныңыз болсын, бір ағаңыз бар, мысалы, ақшасы болуы мүмкін. Бірақ сіз одан барып қазір ақша сұрайтын болсаңыз, ол кісі айтады саған, не істедің осы уақытқа дейін дейді. Сен қалай дәлелдейсің дейді. Мысалы, өзіңіз, мысалы, сол ағаңыздан, инвестордан ақша сұрамай тұрып, өзіңізге бір сұрақ ойланып көріңізші. Менен қазір біреу сізден барып ақша сұрап келетін болса, жарайды, сіз үшін мүмкін 50.000 теңге, мүмкін біреуіңізге 1 миллион теңге ақша алып болуы мүмкін, мысалы, соны сұрап келсе, сіз бере саласыз ба? Бірақ ол идея айтуы мүмкін, мысалы, мен қазір бастайын деп жатырмын, бір идеям бар, бірақ мен әлі оны ертең жаңада әлі істеп көрген жоқпын десе, сіз не істейсіз? Біліп тұрсыз, қазір ана ақшаң, беріп отқан ақшаң күйеді. Ертең ол қайтарылмайды. Не істейсің сондай жағдайда? Бересің ба, әлде бермейсің ба? Сол даже туысқанның өзі ойланады, достар. Сенің туысқаның өзі ойланады. Ал инвесторшы, инвестор ол 10 есе ойланады. Өйткені оның жұмысы ертең ақшасын көбейту сен арқылы, сенің бизнесің арқылы. Сондықтан сіз біреуге барған кезде бір нәтижемен барыңыздаршы. Жас кәсіпкерлер, мысалы, әрине мына жерде мен қазір сіздерге айтуым мүмкін, сіз бүгін ақша табу жайлы айттыңыз ғой деген сияқты. Әрине мен сізге айтып жатқан мынандай нәрсе ғой. Сіз қазір көп уақытыңызды инвестор іздеп жоғалтып алуыңыз мүмкін. Одан қайта сол жіберген инвестор іздеуге жіберген күшіңізді, инвестор іздеуге жіберген жаңағы энергияңызды өз кәсібіңізді бастауға жұмсап көрсеңіз, сіз не істейсіз? Көп пайда табасыз. Инвесторлар бастап кезеңде шынымен қазір мысалы өткенде Қуаныш мырза жаңағы жариялатты, инвестиция жоба ашайын деп жатырмыз, мінекей. Қазір бізге бір жобаға инвестиция керек. Бірақ жобаның атын айтқан жоқпыз, достар. Сенесіздер ме? 300 адам хабарласты. 300 адам хабарласып, 5 миллионнан жоғары дедік. 20 миллион, 40 миллион, 50 миллион, 60 миллион, сондай беретіндер шықты да, мысалшы. Мінекей қанша керек несі бойынша. Яғни сенің уже біраз уақыттан кейін жоба жасап нәтиже көрсеткен сайын саған ақша берушілер көбейіп кетеді, достар. Өйткені қоғамда ақшасы бар адамдар өте көп. Мен өз көзіммен көрдім, достар. 5 миллион, 10 миллионға дейін Қазақстанда білмеймін неше миллион адам бар екенші. Сақтап отқан, жинап отқан ақшалар көп. Вопрос тек қана оны қалай көбейтетінін білмейді. Олар неше жыл бойы жинады ол ақшаны. Енді сол адамдарға дұрыс ұсыныс жасай алатын кәсіпкерлер болмай жатыр. Конкретно дұрыс ұсыныс жасай алатын, мысалы. Айтып отырмын ғой, Қуаныш Шонбаймен жариялап едік. Соның 300-ден астам адамның тек біз 9-ында 10 ғана алдық қой. Солардың ақшасын. Яғни көбісіне отказ бердік. Рахмет. Инвестицияларыңа да рахмет. Қазір болды, адам толып қалды. 2 күнде толып, сау болыңдар дедік, мысалы, несін бойынша.
Дәл осы сияқты енді сіз қалай сол Қуаныш Шонбай сияқты өзіңіз ертең достар мінекей бір жоба бастайын деп жатырмын, ақша керек деген кезде инвесторлар очередьке тұратындай қалай жасай аламыз? Вот вопрос осы жерде. Бағанағы мен айтып жатқандарым, мысалы, сіз бір нәтиже көрсете алмасаңыз, егер сіз кішкентай жобаны мысалы аз ақшамен бастап көрсете алмайтын болсаңыз, онда қиын. Бірінші нәтиже көрсету, достар. Сіздің жұмысыңыз ана үлкен нәтиже емес, инвесторлар ол маңызды емес. Инвестор не? Идея. Мысалы, сіз бір идея айтасыз, бірақ сол идея ақша келетін дәлелдеп берсеңіз, мінекей, мен айталық мына идеяны, мысалы, 100 мың теңгеге зат алдым, бардым да осы зат саттым, 100 мың теңгені 500 мың қылып шығарып алдым. Енді маған тағы да миллион теңге керек, миллион теңгені мен 5 миллион қылып шығарып алу үшін дейді, мысалшы. Егер мен мұны көрдім, 100 мың теңгені 500 мың айналдыра алдым, оған мынандай әрекеттер жасадым, и маған осы нәтижесін берді десеңіз, любой инвестор қызығады, достар. Бірінші нәтижеңізді көрсетесіз, екіншісі идеяңызды әдемілеп презентация жасай алу керексіз. Егер сіз ол адамның алдында жақсы бір адамдар бар, идеясын қорғай алмайды, идеясын дұрыстап айта алмайды. Өйткені ол сондай адам. Егер сіз идеяңды қорғай алмайсың ба, онда қорғай алатын адаммен бірге бар да оның алдына. Қасыңа ертіп ал, бір адамды идеяң дұрыстап қорғай алатын. Мысалы, мен бір таныс жігіттерді білем, олар бүйтеді. Жаңағы енді көтеріліп келе жатқан кәсіпкерлер бар ғой, мысалшы. Соларға жаңағы түсінеді ғой, аналарға ресурс жетпей жатқан, аналарға тағы кішкентай ақша салып жіберсе, қазір аналар атайын деп отқанын біледі да, бірақ жасап тұрған, істеп тұрған бизнеске келеді да, жаңағы сөйлесіп, и жаңа инвестиция керек па дейді. Керек дейді, ана кәсіпкер айтады. Сөйтіп бұл айтады: давай мен сені бір адамдармен таныстырамын, егер ол саған қазір компанияға нормальный ақша салатын болса, менің компанияның доляңды аласың дейді. Яғни ортада делдалдар бар, достар, сондай. Саған инвестиция тартуға көмектесетін. Бірақ ол үшін ол делдал көрінген адамға не істей бермейді. Ол делдалдар біліп алған инвесторларға қандай бизнес қызық болатын, және жаңағы кімдерге, қай бизнеске ертең инвестиция салса дамитын. Яғни ортада тұрған осындай делдалдар бар. Сол сияқты мен олардан сұраймын ғой, жаңаша сен қалай не істейсің, білесің деймін ғой. Сөйтсем инвесторлардың психологиясы мына жерде дейді да, мәке. Ең алдымен бағанағы сияқты ғой менің айтып отқан нәрсем. Егер ол жерден ақша таба алмайтынына егер сенбесе, сендір алмасаң, ол саған ақша бермейді дейді. Одан кейін екінші нәрсе бар, достар. Инвестормен жұмыс жасағанда, бірінші ол саған ақша беру керек, екіншісі сенің былай айтқан кезде партнерің болу керек. Яғни ол да сол бизнес үшін ол да еңбек ету керек. Егер ол еңбек етпейтін болса, ол инвестор несі бойынша, онда ол жай ғана ақша бергеннен, достар, ол көп нәрсе болмайды. Ол мынандай болады, біреулер ше, ақша бердім, давай жұмыс істе дейді саған. Ал мен инвестор іздеген кезде, мысалы да, ең бірінші ертең ол менің партнерім болу керек. Одан кейінгісі ол өзінің даже жұмыс жасамаса да өзінің ресурстарымен, таныс тамырларымен менімен бөлісу керек. Яғни ертең мен бір жерге, мысалы, біреумен сөйлесу керек болсам, ол ортаға жаңағы таныстарын қосып, мінекей жаңағы солармен қалай сөйлесуге болатын, яғни соларға тез выход табуға, есік табуға маған көмектесу керек. Сондықтан инвестор тек ақша беретін емес, сонымен қатар сіздің бизнесіңіздің дамуына көмектесетін дәрежедегі инвестор болу керек. Тек қана ақшамен берілетін инвестор ол өте қиын и проблемасы көп инвестор, достар. Ал егер сіз оларға мен жұмыс жасайтын болсаңыз, шынымен айтайын, мысалы, өте қиын болады. Ал әлі ешқандай идеясы жоқ араларыңызда кәсіпкерлер болса, енді басталып жатқан бизнесіне ақша тартам деп жатқандар болса, сіздерге өте қиын болады, достар.